Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Біз бүгін математика сабағында жемістер мен көкөністерді санаймыз, мысалдар шығарамыз және 3 цифрын бастырып жазамыз. Балалар, сендер дәптерлеріңдегі 36-шы беттегі бірінші тапсырмаға қараңдар. Бірінші тапсырмада былай делінген: сырымның отбасы жемісті жақсы көреді. Кімнің нені таңдаған ата? Жауабын жабыстыр дейді. Олай болса, сырымның әкесі, анасы, ағасы, әпкесі және өзінің қандай жемістерді жақсы көретінін тауып, жауабын жабыстырамыз. Балалар, бірінші тапсырманың дұрыс жауабын тыңдайық. Сырымның әкесінде 3 шабдалы және 1 алмұрт бар. Яғни 3-ке 1-ді қоссақ, жауабы 4 болады екен. Келесі, анасында 3 қара өрік және 3 шабдалы бар. Яғни 3-ке 3-ді қосқанда жауабы 6 болады екен. Қарындасында 2 алмұрт жемісі және 2 алма бар. Яғни 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады екен. Келесі, інісінде 1 алма және 4 алмұрт бар. 1-ге 4-ді қоссақ, жауабы 5 болады екен. Ал сырымның өзінде 4 құлпынай және тағы оған 2 құлпынайды қосамыз. Сонда барлығы 6 құлпынай болады екен. Міне балалар, жарайсыңдар, сендер жауаптарын дұрыс орындадыңдар. Енді балалар, келесі кезекте бейне жазбаны қараймыз. 3 саны. Цифра 3. 3 цветочка. Собери картинку с цифрой 3. Правильно! Сколько утят на картинке? Посчитай с помощью мышки. 1, 2, 3. 3 утенка. Молодец! Келесі тапсырма бізде дәптермен жұмыс. Қарындашымызды алып, 3 санын бастырып жазамыз. Балалар, біз сендермен біраз тапсырмаларды орындадық. Олай болса, келесі кезекті сергіту сәтіне беремін. Үш алма, 4, 5 алма, 6 алма, 7 алма көп. 1 алма, 2 алма, 3 алма, 4, 5 алма, 6 алма, 7 алма көп. 1 алма, 2 алма, 3 алма, 4, 5 алма, 6 алма, 7 алма көп. 1 alma, 2 alma, 3 alma, 4, 5 alma, 6 alma, 7 alma көп. 1 alma, 2 alma, 3 alma, 4, 5 alma, 6 alma, 7 alma көп. 1 alma, 2 alma, 3 alma, 4, 5 alma, 6 alma, 7 alma көп. Енді балалар, мен сендерді балық аулау ойынына шақырамын. Мына суретке мұқият қараңдар. Мысыққа көмектесейік. Суда неше балық жүзіп жүр? Оны шелекке салу үшін санап жауабын айтамыз. Балалар, енді балық аулау ойынның дұрыс жауабын тыңдаймыз. Суретте суда неше балық жүзіп жүр? 3 балық.
яғни қызыл түсті балық 2, оған сары түсті бір балықты қосамыз. Барлығы 3 балық. Жарайсыңдар. Балалар, енді сендерге соңғы тапсырма беріледі. Қызықты тапсырма. Қосу және азайту амалдарын пайдалана отырып, мысал есептер құрастырамыз. Балалар, енді қызықты тапсырманың дұрыс жауабын тыңдайық. Суретте ең бірінші гүлдің суреттері, бір гүлге тағы бір гүлді қоссақ, барлығы неше гүл болды? 2 гүл. Дұрыс айтасыңдар. Жауабы 2 гүл. Енді суретте 2 тауық тұр. 2 тауықтың біреуін азайтып тастадық. Неше тауық қалады? 1 тауық. Дұрыс айтасыңдар. Жауабы 1 тауық. Енді үшінші суретте алма тұр. 1 алмаға 1 алманы қосамыз, оған тағы 1 алма қосамыз. Барлығы неше алма болды? 3 алма. Яғни 1 қосу 1 қосу 1, яғни 1-ді өзіне 3 рет қоссақ, 3 саны шығады екен.